Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Назарбаев жауапкершіліктен қалай қашты? Нұрекең билікті Тоқаевқа тапсырған тұстағы Қазақстан жартылай қираған үйге ұқсайтын еді. Іргетасы жарылып, жемқорлық пен әділетсіздіктен қабырғасы сөгілген, экономикасы құлдырап, басқару аппараты тозған, қоғамның сенімі жоғалған мемлекет болатын. 2019 жылы Назарбаевтың тосыннан биліктен кетуі шын мәнінде оның ұзақ жылдар бойы жинақталған саяси, экономикалық әрі әлеуметтік дағдарыстың салдарынан құтылғысы келгенінің белгісі еді. Анығында Назарбаев нақты жауапкершіліктен бас тартты. Билік транзиті арқылы қоғамның алдында тұрған түйінді мәселені келесі басшының мойнына арта салды. Экс-президенттің соңғы жылдарында қоғамның басым бөлігі әділетсіздік пен әлеуметтік теңсіздіктің шырмауынан шыға алмай, халықтың наразылығы үдей түсті. Қаңтар оқиғасы сол наразылықтың логикалық шарықтау шегі еді. Егер Назарбаев биліктен кетпей, бұрынғы жолын жалғастыра бергенде, елде одан зорғы төңкеріс болатын еді. Бастапқыда Назарбаев отставкаға кеткенімен билікті толық бермеді. Қауіпсіздік кеңесінің басшысы лауазымын иеленіп, елбасы статусымен билікке араласуын жалғастырды. Осылайша ол мемлекеттік басқаруды екі-үшті күйге түсіріп, Тоқаевты екі оттың ортасында қалдырды. Бір жағынан Назарбаевтың кадрлары, екінші жағынан қоғамның батыл реформаларға деген сұранысы осы екі оттың ортасында қалған Тоқаевқа шұғыл шешім қабылдаудан басқа амал қалдырмады. Тоқаев билікті қолға алған кезде мемлекеттің институционалдық құрылымдары ес-түссіз жатқан, сот жүйесі, құқық қорғау органдары, мемлекеттік аппарат бәрі дерлік өз функцияларын толық атқара алмайтын халге жеткен еді. Қаңтар оқиғасынан кейін мемлекет тұтастығының өзі қыл үстінде тұрды. Дәл осы кезде оның саяси шешімталдығы маңызды рөл атқарды. Мемлекет басқарудың ескі моделінен дереу бас тартып, саяси жүйеге түбегейлі өзгерістер енгізуге бел буды. Рас, Тоқаев періште емес, ол да қателік жіберуде. Әлемдік саяси тәжірибе көрсеткендей, авторитарлы басқарудан демократиялық жүйеге өту бір күндік немесе бір жылдық іс емес. Қазақстан жағдайында бұл одан да күрделі. Тоқаев трансформацияның барлық ауыртпалығын өз мойнына алуда, ал Назарбаев шын мәнінде оның нәтижесіне жауап беруден бас тартты. Егер ол сол кездегі билікті Тоқаевқа тапсырмағанда, өзі құрған жүйенің толық күйрегеніне куә болар еді. Қазір президенттің алдында саяси мәдениетті өзгерту, қоғамда әлеуметтік әділеттілікке сендіру міндеті тұр. Бұл бір күннің шаруасы емес, дейді Әшкере арнасы.